Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ма? Комментарий жазып. Тоқаев былайша айтқан кезде, ол 100% батыстың қаржылық нарығындағы заттарға жаңағындай мүдделі болғанмен, енді ол бәрібір өзінің ана екі қолы қаңтарда қанға малынған, ол орыстан құтыла алмайды. Ол батыстан да қорқады, орыстан да қорқады. Былайша айтқанда Тоқаев анығында не деп образдауға болады енді? Не деп образдауға болады? Образдаңыздаршы, мен айтсам бір жаман сөз айтты деп, ұят болып қалды дейсіздер. Шын мәнінде сондай. Шын мәнінде сондай. Ол Тоқаевтың бұрынғы байы Путин еді. Путиннен күш кете бастағанда, бұл Қытай сияқты жас, арамза, ақшасы көп, бай ойнастау болды. Яғни Тоқаев бір жезөкше салдақы қатын сияқты енді. Кешірім өтінем. Кешірім өтінем, бұл сөзді айтпасқа шарам жоқ. Кешірім өтінем, бірақ солай образдаудан басқа амал жоқ. Оның бұрынғы байы, яғни некесін қидырған байы Ресей болатын. Некеленіп куәлігін алған. Қазірге дейін оның қолында Ресеймен некеленген куәлігі бар. Міне. Бірақ ол Ресей әлсіреп, байы кәртейіп, күші азайып, ақшасы азайған кезінде өзі арамза, өзі бай, сұрқия көңілдес тауып алды. Ол Қытай. Ол Қытай. Кешірім өтіне отырып, менің өсі саяси халықтың көзін ашусын осылай айтпасқа шарам жоқ. Ол Қытай. Бірақ бұл салдақы, бұл сұмырай, бұл әбден бет ашылған арсыз, енді жаңағы өзінің жаңағы ана байынан жымқырған, анадан жымқырған ақшасы бар. Бай оны қорғап тұр. Неге? Құжат бойынша соныкі. Ортақ үйлері бар, жаңағы халқы неткенде қырып тастаған қаңтарда күш, әскери күш ОДКБ-дан шықпайды, Евразестен шықпайды. Бұл бәрібір Ресейдің адамы. Бәрібір сол құжат бойынша некеленген байының қатыны бұл. Енді бұл жаңағы ұрдап жырдап тапқан ақшалы бар ғой, ана Қытайынан, мына орыстан ұрдап жырдап жаңағы тапқан. Енді оны Еуропа анау асырып қойған. Енді ол Еуропа Америкадан да жаңа көзін қысып, hello, жаным, I love you деп барды да, мысалы міне. Сон келіп кетші десе жүгіріп барады жаңағы, darling, how are you деп міне. Германия шақырды, келші деді. Ол құрметтеп, қызыл кілем күтіп, жаңағы жаным, күнім, алтыным деп шақырған жоқ. Кел деді, қысқасы. Қанша деді, былайша айтқанда шақырылатын да. Ол далбаң етіп, Тоқайы бар, ана Орта Азияның 5 диктаторы шауып отырып барды. Міне, бұлардың күні осы. Анау да көзін шұқиды. Америкада көзін шұқып алады. Бет жоқ, бедел жоқ, ар жоқ. Кез келген уақытта бүйтіп, міне быттыңды шығарам дейді. Орыс айтады, әкеңді дейді, мен сенің бүкіл жаның менің қолымда дейді. Сен әкең сенің бүкіл қылмысын қанды қаңтарда қырғын, сен өлтіргелі жатқан жерінен кім сақтап қалды дейді. Орыс. Мына жақтан Қытай айтады, кімнің ақшасымен семіріп отырсың дейді. Сондықтан жаңағы өткенде Қазақстанды бәрі қорған деді ғой. Мысалы Америка жариялады, біз Қазақстанның территория тұтастығына жаңағы кепілдік береміз деді. Неге? Ал Қытай айтты, өткенде Қытай аяқ астынан Қазақстанның тыныштығы мен территорияға кепілдік береміз дейді. Ресей өткен аяқ астынан ол алтын орданы мойындап, Бауыржан болмаса жаңағы Ақкөк, жаңағы Германияның жаңағы несін алған жаңағы кім Қошқарбаев еді, Рақымжан Қошқарбай еді. Бауыржан болмаса Мәскеуді қорғай алмайтын едік деген сияқты. Мысалы неше түрлі әңгімелер Ресейдің желісінде кетіп жатыр ғой. Неге? Мына қатын енді қазір үшеуінің ортасында бүйтіп қалды да, үшеуінің ортасында. Бәрі біледі. Ана бай да біледі, құжатты бай да біледі. Мына ақша беріп, жип мінгізіп отырғанда біледі. Енді оған өңміңдеп жаңағы анау электрмен жүретін көлікті мінгізген анау түріктің ең кіші жалы келді жаңағы. Өзі еңкең етіп жаңағы, еңкең етіп ол да келді. Ол да айтады, кардаш дейді. Баяғы естеріңізге келіңіздер, баяғыда бозбала күнде қарындас танысайықшы енді, алып қойыңызшы мына пиво ғой енді, арақ емес енді, ішсеңіз бізге пайда, ішпесеңіз өзіңізге пайда деп ауылдың жігіттері жаңағы бірінші жаңа вечер демей ақ қояйық, бешерге шақырған қыздарды сөйтеді ғой, сыра ішкізгенде.
ішіп қойсаңыз бізге пайда, ішпесеңіз өзіңізге пайда. Қарындас ашылып отырыңыз, түк көрмегенсіз ба немене? Не болып енді? Сыра ішкен не болып енді? Жаңағы мынау деген жүзімнің езбесі ғой, жүзімнің шырыны ғой енді. Түк көрмегендігіңізді көрсетпей алып қойыңыз да қыздарға. Қыздар 100 грамм ішкен бітті болды енді. Бітті болды. Сосын ары қарай тасталқан быт-түткіл тасталқан болып кетеді баяғы. Енді бұл жерде Тоқаев сол. Оны білет, оның сырының кім екенін білет. Оның бірінші жауы қазақ халқы. Бірінші жауы қазақ халқы. Қазақ халқынан оны кім қорғаса, Путин қорғайды, оны Қытай қорғайды, ол содан ғана. Ол анығында Путинге 100% сенеді, Қытайға 70-80% сенеді, Америкаға 1% да сенбейді, Еуропаға 1% да сенбейді. Себебі Америка Еуропамен одақ болса, қылмысы тексерілетін. Сен бұрын нақақ адамды өлтіріпсің, сен нақақ Серікжанды соттапсың, сен нақақ Әбілязовты соттапсың, сен міне қазір жаңа Назым Табылдиеваны соттағалы жатыр екенсің, сен қаңтарда кісілерді өлтіріпсің, сен қаңтарда жаңағы Бәленбай Жүзқазақты өлтіріпсің, сен қаңтарда Түгенбай адамды түктепсің, сен қаңтарда мына ұрып аузын тігіпсің, сен қаңтарда бүйрегін түсіріпсің, сен міне қаңтарда өлтіргендердің өзін соттапсың. Міне оның бәрі Америка Еуропа дыңғырлатыр. Тоқаев біліп отыр. Тоқаев ол түнде жатарда, құдай, Маркстің аруағы, Путинді тірі сақта, мынау Ресей аман болсын деп жылайды Тоқаев. Ол Тоқаев жылайды, еңіреп, Ресей тірі болсын деп жылайды. Сосын ары қарайды, жаңағы Маудың аруағы, мынау Ши Цзиньпинді аман сақта, Қытай тірі болсын деп жылайды. Себебі Ресей мен Қытай болмаса Тоқаевтың күні қараң, оны біліп отыр. Енді Америкада ол да ақымақ емес. Бәлен, ол жаңағы геосаясатыңды, дипломатияңды, соғысты бәрін жаңағы езіп ішіп алғандар, олар біліп отыр. Ол мынаны жаңағы бас салып қысуға келмейді. Оның ілмектері бар, жаңағы ақша, қаржы, жаңағы ұрдаған, жырдаған олигархтардың ақшалары бар. Соны ілмек қылып отырып, сол өзінің бір талаптарына көндіреді. Бірақ ол 100% көнбейді, бұл саудаласады. Бірақ ананы бермесе, мынаны берейінші. Жарайды, мен бермеймін ғой енді, Путинға санкция салған чиптерді бермеймін ғой, бермеймін. Бірақ ебін тауып алай алдырып, бұлай алдырып, сол Путинға беріп, оны сол ашық бере алмайды, бірақ жасырып, тығып, тықпыштап отырып береді. Міне әңгіме. Сондықтан Путиннің келетіні келіп көзін шұқымақшы. Оңбаған ит қатын жаңағы көзіңді шұқып алайын ба, саусағымды тығып алайын ба, сен ана соңғы кезде сен жота болмай тұрсың, талақ берейін ба, ажырасып кетейін ба, далада қаласың, менің әскерім болмаса қазақтар сені шашлық қып жеп алады, екі борбайыңнан екі қолыңнан сүйретіп аттың өртінде кетесің деп тұрып Путин көзге шұқығалы келе жатыр.